Ва иза қила лахум, егер де оларға айтылса дейді, маза анзала раббукум, пайғамбар саллаллаху алейхи барып сұрайды ғой, сендерге не түсірілді, білесіңдер ме не түсірілгенін деп мына Құранның жағдайын баяндайын деп жатса, олар айтады, қолу асатирул ауалин, бұрынғылардың ертегісі ғой, немен айта бересің бізге дейді. Сонда Алла тағала айтады, егер өздеріне ұнаса осылай жалғаса берулері, лияхмилу аузарахум камилатан яумал қиям, онда бүкіл күнәларын толық көтеріп алсын дейді. Көтере берсін дейді, үстеріне жүктерін жинай берсін, күнәларын толығырақ қиямет күніне дейін. Жалғыз өз жүктерін жинамайды дейді олар. Ана Абу Жахл сияқты адамдар, Әл-Валид ибн Муғира, өйткені ол басқаларды азғырып жүр ғой олар. Тыңдамаңдар деп. Ва мин аузарил лазина юдиллунахум биғайри илм. Сондай-ақ анау қарамағындағы адастырып жүрген адамдардың да күнәларынан көтереді дейді бұлар. Әла саа ма язирун. Көтеретін нәрселері қандай жаман еді дейді. Сөйтіп, сумма захаба иля ахлихи ятаматто. Абу Жахлды айтып отыр. Пайғамбардың қасынан кетіп баратыр ғой, теріс айналып. Пайғамбардың салсам қасынан теріс айналып кетіп баратыр. Сосын үйіне қарай талтаңдап кетіп қалды ғой дейді. Қарады шағыта қайдады. Талтаңдап, дандайсып, тәкаппарланып, әлі ғұмыр таусылған жоқ. Ризықты Алла тағала бөліп жармайды. Мұсылман емес бәрібір. Сол үйіне Мұхаммед пайғамбарға жаңағындай сөздерді айттым ғой деп бүйтіп кетіп бара жатқан аты бейнесін көрсетіп жатыр да. Сонда пайғамбарым салсам, оның ақырет үшін қорқады да, ол қорқпайды ақырет үшін анау. Пайғамбарымыз қорқып қасына жүгіріп барып бүйтіп ұстайды ғой. Қарастыр. Сондағы пайғамбарымыз әула ләка фа әула дейді пайғамбарымыз салсам. Қасірет шегесің ғой сен. Неге бұлай істеп алсың? Қасірет шегесің сен. Сөйтіп тағы қасірет шегесің. Сосын тағы қасірет шегесің. Сөйтіп тағы қасірет шегесің деп 4 рет айтады. Бұл 4-еуінің де тәпсір ғұламалар айтады, бекер айтылмайды дейді бұл. Өйткені бірінші дейді ол, бірінші қасірет оның басына келетін өлім қасіреті дейді. Өлімнің жағдайы қиын болады дейді. Екінші қабірде дейді. Үшінші қабірден тұрған кезде, махшарда. Төртіншісі мәңгі тозақта дейді да. Осы 4 жағдайда Алла тағала 4 жағдайдың қасіретін еске салды да. Аяхсабул инсану айютрака суда. Адам баласы ойлай ма, текке қоя берілемін деп дейді жердің бетінде. Еркінсіп жүріп кетті ғой дейді адам, қараңыз. Алла тағала еркіндік деген нәрсені берді. Еркіндік пен еркінсуді шатыстырып алғанбыз. Қоғамдық санада шатысып кеткен екеуі. Еркіндік деген сөз бұл еш нәрсеге тәуелді емессіз Алла тағаладан басқа. Мұқтаждығыңыз тек Аллаға қаратасыз сіз. Алла тағалаға бойұсынасыз, еркінсіз, болды. А еркінсу деген сөз, өзім білем не істесем деген сөз да. Сонда Алла тағала айтады, адам сонда ойлай ма, қараңыздар, біз оны босқа тастап қоямыз ба деп. Ойыңа келгенін істей бер, өлесің жоқ болып кетесің деп. Жоқ. Ол босқа тастап қойдық деп ойлай ма дейді. Сен түгіл, жаңа тағала Құранда айтады, аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Жаңағы уама халақнас сама уал арда ва байнахума лағибин. Біз көкті де, жерді де, және оның екі арасындағы нәрсені де ойнап жаратқан жоқпыз дейді. Қараңыз қалай түсіндіріп жатыр. Сосын мынандай сөзге дейін айтқан ғой Алла тағала. Адам түсінсін деп айтып жатыр да оны. Кемшілік сипаттардан пәк Раббымыз. Лау арадна наттахиза лахуан. Егер де біз бір ермекті қаласақ еді дейді. Қараңыз. Латтахазнаху мин ладунна ин кунна фаилин. Егер істеуші болсақ, біз оны өз құзырымызда жасай салар едік қой дейді. Бірақ біз олай істемейміз дейді. Біз керісінше былай істейміз дейді. Вәл нақзифу бил хаққи алал батили. Біз мына Құранды түсіреміз да, Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи аузынан шығарамыз да, аналардың сөйлеп жүрген жалғанын тарс еткізіп ұрамыз дейді. Құранның аятымен. Фаядмағуху. Сонда ол жалғанды езіп жібереді дейді. Фаиза хуа захиқун. Сөйтіп жалған сана кетіп қалады дейді адам санасында. Уалакумул лаулу мимма тасифун. Ал сендерге қайғы болады дейді оларға. Алла жайында, ақырет жайында неше түрлі өздерінің ойларына келген сөздерді, сипаттарды айтып жүргендіктері үшін. Адам босқа жаралған жоқ. Құрметті жамағат, сондай-ақ біз мысалы айтайық, Алла тағала тура жолға салғаннан кейін біздің өзімізге де бір ескертуді айтады Алла тағала. Анкабут сүресінің басында айтады, алиф лам мим ахасибан насу. Адамдар есептей ма, ойлай ма? Қараңыздар. Ан ютраку, тастап қойыламыз деп. Ан яқулу аманна, иман келтірдік дегеннен кейін.
тастап қойыламыз деп ойлаймын, біз оларды сынамаймыз ба деп. Біз әлбетте сынаймыз дейді сендерді деп бізге айтып жатыр. Мал беріп сынаймын сені, мансап беріп сынаймын, өмір бақи емтиханнан өткіземін дейді сені. Көрдіңіз ба? Ана иманыңды пісіру үшін сенің, сөйтіп биік дәрежеге қарай көтеру үшін сен соны түсініп ал дейді. Сынақтың не үшін саған келетінін, сондай-ақ күнәларыңнан түк қалдырмау үшін. Көрдіңіз ба? Бірақ тастап қоймаймын дейді мен сені де, иман келтірдім деген сөзіңнен кейін тастап қоймаймын дейді мен саған. Көрдіңіз ба? Соқтан Алланың әрбір сынағы ол сізге жәннаттан қалаған дәрежесі. Сіз соны солай қабылдаңыз да, сол кезде сынақ оп-оңай болып кетеді сізге. Ешқашан Аллах Тағала сізге жамандық қаламайды. Нәпсіңе ауыр болғанмен де біл, Алла Тағала жәннатты қалауда сізге. Бағанағы аяттың негізінде Аллаху ядъу иля дариссалам, ол жәннатқа шақырып отыр дейді. Сөйтіп Алла Тағала Әзіреті түсіндіреді адамға, қалай мен босқа жаратамын, қалай мен сені босқа тастап қоямын, жаңағы адамды. Әлем якун нутфатан мин мани юмна, аяттарда тез аламыз, өйткені бұл аяттарда алдыңғы сүрелерде айтылған. Ол адам дейді, ана жатырға құйылған кездегі мәни суының ішіндегі бір тамшы емес пе дейді. Қараңыз қалай сөйлейді. Соның ішіндегі бір тамшы еді ғой дейді, менің әміріммен жатырға барып жабысқан. Сосын сол жабысқан жерінде мен оны сүлік сияқты, жаңағы келесі аятында айтады, сумма кана алақа, сөйтіп мен оны ұйыған қанға айналдырған едім дейді. Фахалақа фасауа, сөйтіп оны 9 ай бойы жараттым да. Жаратылысыңды тәмамдап, осындай бір адам қылып шығардым ғой дейді сені. Сосын сен келесіңді айтасың дейді, біз босқа жаралғанбыз деп дегендей. Бір аятта Ясин сүресінде айтады ғой, ауэлам ярал инсану анна халақнаху мин нутфатин фаиза хуа хусиму мубин. Адам баласын бір тамшыдан жаратып едік, осыған таң қалады ау деп. Қалай жаратқан, субханалла, мына керемет нәрсе ғой, надан қалай жаратты деп таң қалама деп жаратып едік дейді. Ол келді бізге әңгіме айта бастады дейді. Фаиза хуа хусиму мубин. Сондай дауласып, қалай бұл қалай деген сұрақтарды көбейтіп жіберді дейді ол. Негізі ол жығыла салу керек еді деді. Көрдіңіз бе? Бұл осылай сендерді жараттық. Сондай-ақ адамды жұп қоп, ер мен әйел етіп жасадық дейді. Көрдіңіз бе? Отбасы деген мағынаның өзін мен жараттым деп отыр ғой Алла Тағала. Ерлі зайыптылар деген мәселе. Осының барлығын жаратқан мен дейді. Жалпы сендердің бүкіл пайдаланып жатқан нәрселерің бәрі менікі дейді. Түгел менікі дейді. Әрбір пайдаландырып жатқан нәрсенің бәріне есеп алам дейді мен. Тек қана бойсынсаңдар, есеп жеңіл дейді. Көрдіңіз бе қандай? Ал айтпесе, ана әрбір су үшін сұрайды Алла Тағала. Әрбір құрма үшін сұрайды. Пайғамбар саллаллаху алейхи айтқандай. Қара құрма мен қара су үшін сұраласын деген ғой Пайғамбар саллаллаху алейхи. Мына намаз, Раббыңызға неғұрлым көбірек бойсынып, көбірек бүйтіп тәуба келіп, қателік жасап жылауға тырысамыз, соғұрлым ананың сұраулар азаяды. Сөйтіп хисабун ясир деп атайды Алла Тағала. Ей құлым, сен осыны істедің ғой деп, істедім Раббым дегенде, кешірдім сені дегенмен аяқталады екен ол. Неге? Өйткені сен қателік жасасаң да сен мойындап, намазыңды оқып, тәубаңа кеп, жылай білдің, өзіңді өзің сөкілей білдің. Міне осы адамды тамшыдан жаратқаны, 9 ай бойы жаңағындай ұйыған қаннан жаратқаны. Қараңыз. Одан кейін ер мен ұл мен қызды жаратқан. Қаншама нәрселерді жаратқан Аллах Тағала. Алейса залика биқадирин ала ан юхиял маута. Осының бәрін жасаған Алланың сонда өлілерді тірілтуге құдіреті жетпей қалды ма дейді. Қараңыздар. Сонда Пайғамбар саллаллаху алейхи бәлә деген, о не дегенің Раббым, сен бүкіл нәрсеге құдіреттісің деген. Осының бәрін жасағанның өлілерді қайта тірілтуге құдіреті жетпей ма сонда деп жатыр Алла Тағала. Сұрақтарындай ақ қойып жатыр да. О не дегенің Раббым деген реакция болу үшін мына жақтан. Соны Пайғамбарымыз бәлә деген. Анта аля кулли шайин қадир. Сен бүкіл нәрсеге құдіреттісің. Міне. Иншалла Аллах Тағала осы айтылған сүрелер, аяттардың берекесін берсін баршамызға.